Ассалаумағалейкум құрметті бокс сүйер қауым. Әуесқой бокс, яғни біздің ұлттық құрама әлем бойынша рейтингте бірінші орынға көтерілді. Және де бірнеше қазақстандық боксшылар осы маусым айында шаршы алаңға көтерілетін болады. Тағы да басқа жаңалықтарды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Алдымен қазақстандық кәсіпқой боксшылардың жаңалықтарына тоқталатын болсақ, IBF тұжырымы бойынша әлемнің бұрынғы чемпионы қазақстандық Сергей Липинец шаршы алаңға шілде айында оралады деп күтілуде. Сергейдің қарсыласы да белгілі. Ол доминикалық кәсіпқой бокста 16 жекпе-жек өткізіп, 14-інде жеңіске жетіп, бір жеңіліс және бір қарсыласымен тең түскен екен. 14 жеңісінің 12-сін нокаутпен аяқтаған. Инсайдерлердің ақпараттары бойынша бұл жекпе-жек 29 шілде күні Лас-Вегастың T-Mobile аренасында өтіп қалуы әбден мүмкін. Себебі бұл кештің басты кездесуінде жылдың супер жекпе-жегі болуы мүмкін. Кездесулердің бірі америкалықтар Теренс Кроуфорд және Эрл Спенс арасындағы абсолютті чемпионды анықтау жекпе-жегінде болмақ. Отандасымыз бүгінгі күнде ұзақ уақыттан бері ақш-та өз жаттығуларын пысықтауда. Соңғы кездесуінде WBC тұжырымы бойынша күміс белбеуді жеңіп алған болатын. Америкалық мықты боксшылардың бірі Омар Фигераны нокаутпен жеңіп, және тағы бір қазақстандық кәсіпқой боксшылардың бірі 59 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Бекман Сойлыбаев бүгінгі күнде отандық Адал Промоушн промоутерлік компаниясының туын көтеруде. Бүгінгі күнде Бекман өзінің жаттығу лагерін бастап кеткен көрінеді. Себебі алдағы жекпе-жегі маусым айының ортасын немесе соңына таман жоспарланып тұр екен. Бекман өзінің соңғы жекпе-жегін 21 наурыз күні Мавида промоутерлік компаниясының өткізген бокс кешінде филиппиндік Дженел Лаусуды 3-ші раундта нокаутпен жеңген болатын. Және бүгін Ресей астанасы Мәскеуде жеңіліс дәмін татып көрмеген Аблайхан Хусайынов өзінің кәсіпқой мансабындағы 14-ші жекпе-жегін өткізеді. Аблайханның қарсыласы да жеңіліс дәмін татып көрмеген ресейлік Артур Субханкулов. Бұл жекпе-жек 61 келі 200 грамм салмақ дәрежесі бойынша 10 раундқа жоспарланып отыр екен. Отандасымызға сәттілік тілейміз. Бокстан Ташкентте өткен әлем чемпионатында Қытай құрамасы сапында қатысқан қазақ Таңатхан Тоқтарбекті жерлестері үлкен қошеметпен қарсы алды. Әлем чемпионатында 80 келі салмақ дәрежесінде өзінің қандасы біздің отандасымыз Нұрбек Оралбайдан ақтық бәсекеде сүрініп чемпионаттың күміс жүлдегері атанған Тоқтарбекті жергілікті әкімшілік 200 мың юань, яғни теңгеге шапқанда 12 миллион теңге көлемінде сыйақы берген екен. Бүгінгі күнде қандасымыз Қытай құрамасының Олимпиада ойындарында бірден-бір олжа салатын үміткерлерінің бірі. Және де 3-ші маусымда Германияның Эбербах қаласында бокс кеші өтеді. Бұл кеште жеңіліп көрмеген қазақстандық Александр Ковригин мен Виктор Тимиров секілді проспектеріміз өнер көрсететін болады. Александрдың қарсыласы Польша елінің боксшысы Петр Гудель болмақ. Бұл жекпе-жекте BDB International белбеуі сарапқа салынатын болады екен. Және де Виктор Уганда өкілі Музамир Какандемен жұдырықтасатын болады. Жекпе-жек жартылай орта салмақта 8 раундқа жоспарланып отыр екен. Виктордың қарсыласы да 4 жекпе-жек өткізіп, жеңіліс дәмін татпаған боксшы екен. Және де 9-ші маусымда Аргентина астанасы Буэнос-Айресте Олимпиаданың 2 дүркін қола жүлдегері аса ауыр салмақ дәрежесінде ел мақтаныштарының бірі Иван Дычко өзінің кәсіпқой мансабындағы 13-ші жекпе-жегіне шаршы алаңға көтерілетін болады. Қазақстандық жергілікті боксшы Ариэль Эстебан Бракометпен кездесетін болады. Және де кеш болса да айтып өтейін, мамыр айының аяғында Алматы қаласында бокстан Сағдат Нұрмағамбетовті еске алуға арналған ірі халықаралық турнир өз мәресіне жеткен болатын. Халықаралық турнирде 5 мемлекеттің боксшылары қатысты. Барлығы 177 боксшы 13 салмақ дәрежесі бойынша сынға түскен болатын. Атап өтетін болсақ, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан және де Қытай мемлекетінің боксшылары қатысқан еді. Ел құрамасынан 10 былғары қолғап шеберіміз жеңіс тұғырына көтеріліп, алтыннан алқа тақты. Олардың қатарында 51 келі салмақ дәрежесінде Даниал Сәбит, 54 келі салмақ дәрежесінде Дамир Әбдіқадыр, 57 келі салмақ дәрежесінде Оразбек Асылқұлов, 60 келі салмақта Бейбарыс Жексен, 63,5 келі салмақ дәрежесінде Сұлтан Мусинов, 67 келі салмақ дәрежесінде Ділмұрат Межитов, ал 71 келі салмақ дәрежесінде Дархан Дүйсенбай, 75 келіде Аятолла Тәкежанов, 80 келі салмақ дәрежесінде Ерасыл Жақыпбеков және де 86 келі салмақ дәрежесінде Шаймұрат Құсайынов секілді отандастарымыз турнирдің ең биік тұғырына көтерілді. Ал Қытай құрамасынан келген Ашан Ризабек және де Абдурашити Римула 92 және 92 келіден жоғары салмақ дәрежелерінде алтыннан алқа таққан болатын. Ал тағы бір алтын қырғызстандық Жениш Улпатовқа бұйырды. Ал ендеше жалпы қазақ бокс үшін үлкен жаңалық. Қазақстан ұлттық құрама командасы әуесқой бокстан әлем бойынша бірінші орынға шықты.
чемпионатта 81 мың балл жинап, ал екінші орында өзбекстандықтар 60.800 балл жинаған екен. Ал үштікті қорытындылаған 58.050 баллмен Ресей құрама командасы. Осы сәтте Қазақстан әуесқой бокс федерациясының президенті Кеңес Хамитұлы Рақышев жоғары нәтиже көрсеткен ұлттық құрама боксшыларына өз үндеуін жариялады. Барша бокс сүйер қауымға ассалаумағалейкум. ИБА ресми сайтында жаңартылған рейтингте бүгінгі күнде Қазақстан ең алдыңғы қатарда тұр. Осы сәтті пайдалана отыра барлық қазақстандықтарды осындай жоғарғы нәтижемен құттықтағым келеді деген екен. Әрі ол өз сөзінде бұл біздің ортақ жеңіс. Спортшылар, бапкерлер, врачтар, мемлекет, федерация және де әрине бокс сүйер қауым, яғни жанкүйерлер деген екен. Ең бастысы, жауапты сәтте біз елімізді жерге қаратқан жоқпыз. Біздің ортақ тапсырмамыз алдағы уақытта да бұл жеңістерді дәстүрлі түрде үлкен старттарда, яғни ресми старттарда еліміздің туын әрқашан биікте ұстау деген екен. Және де тағы бір мәрте өзімнің атынан және де Қазақстан бокс федерациясының атынан барлығына алғыс айтамын деген екен. Мінекей достар, келесі роликте маусым айындағы ең үздік топ 5 жекпе-жекке талқылама жасаймыз. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.